жинақтап айтуға маған мұрсат берген жоқ. Мен содан кейін мен ойымда сол қалғандарды ғана есіме түскенді ғана сол кезде айттым. Сол мақсатта сол есіме түскенді ғана айттым. Мен ол сол кезде. 10 ретте де ма? Ау? 10 ретте де ма? Енді мен айтып тұрмын ғой сізге, бізді сол күні уақыт әкелген кезде біз телефонға да түсірді, тасымаған жерлері жоқ, үстіге көтереді, астыға түсіреді. Аскентай, мен бірінші жауабыңызды ғана айтып тұрған жоқпын, жалпы 10 жауабыңызды айтып тұрмын. Мен айтып тұрмын ғой, біреуінде де сіз айтпағансыз, Болат Шерзаттың қолында кастет болды деп. Тыныштық. Мен өзім нақты көрдім ғой, немен ұрғанын оны. Жауап берсін. Айтасыз ба? Нақты ұрғанын мен көрдім ғой оны. Онда неге айтпадыңыз деп тұрмын. Айтасыз, қазір ғана есіме түсті. Сот отырысына келгенде ғана есіңізге түсе ма? Мен шоковый жағдайда жүрдім, мен оны маған айтуға мұрсат берген жоқ маған. Құрметті сот, ескерту жасап. Отырыңыздар. Ешқандай да қысым көрсетіп Кешіріңіз, сізге деланы дұрыстап оқыған болсаңыз, іс бөлектелінген. Адвокат Ибраев, тәртіпті сақтаңыз. Іс Адвокат Ибраев, сізге қорғаушы сіз маған тікелей сөйлей алмайсыз. Мемлекеттік айыптаушы. Тұрыңыздар екеулеріңізде. Тәртіпті сақтаңыздар. Соттың рұқсатынсыз тағы да сөйлейтін болсаңыздар, сұрақ қоятын болсаңыздар, айтатын болсаңыздар, сіздерге соңғы рет ескерту жасаймын. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің соттық құрметтемеушілік туралы жауапкершілікке тартылатын боласыздар. Басқаларға да қатысты. Отырыңыздар. Жоқ, құрметті сот, мен сұрақ алып жатырмын ғой. Отырыңыздар. Сотталушы сұрақ түсінікті ма? Сізден сотқа дейін тергеп тексеру барысында 10 рет жауап алған. Сол 10 ретінде де сіз айтпағансыз, Шерзаттың қолында кастет болды деп. Неге айтпадыңыз? Өткені мен сол есіме түскенді ғана айта бердім. Өткені маған қысым келтірілді. Бір жағынан мен өзім шошығаннан кейін мен көп зат айта алмадым. Өзім ойымды жинақтай алмадым, бір жағынан айта алмадым. Жақсы.